Сәлем баршаңызға, сіздер корей тілін оңай әрі қызықты етіп үйрететін Ақниет арнасындасыздар. Бүгін сіздермен корей тіліндегі туысқандарды қалай айтатынын үйрететін боламын. Жалпы дорамадан болсын, немесе күнделікті өмірден болсын, сіздер оны көбіңіз білетін шығарсыздар. Бүгін сол біз туысқандарға байланысты 4 сөзді үйренетін боламыз. Әрине ең біріншісі бізде онни. Онни деген ол корей тілінде үлкен әпкені, яғни мысалы бір үйде екі қыз болатын болса, сол кішкентай сіңілісі үлкен әпкесін онни деп атайды. Алайда бұл сөзді тек қана туыстар ғана емес, мысалы сіз көшеде немесе бір танысқан кісілердің арасында сізден жасы үлкендеу әпке болатын болса, онда сіз оған онни деп айтсаңыз болады. Және де ол кісінің атын жанына қосасыз, мысалы Дженни онни, Лиза онни, немесе Джехёң이 онни. Мен неге қазір иді қостым, Джехёң деген атқа, өйткені соңында егерде дауыссыз дыбыспен бітетін болса, онда біз иді қосамыз. Онда мысалы егерде қыздың аты Ахёң болатын болса, Ахёң이 онни. Ал немесе дауысты дыбыспен бітсе, онда и ештеңе қосудың қажеті жоқ. Тура солай, мысалы Дженни болса, Дженни онни. Солай айта бересіздер. Енді бұл жерде қыз баласы, яғни сіңілісі әпкесіне онни деп айтады екен. Ал егерде ұл бала болатын болса, мысалы інісі болатын болса, інісі әпкесіне нуна деп атайды. Яғни ұл бала өзінен үлкен жастағы қызды, яғни әпкені нуна деп атайды. Ол жерде де жаңағындай атын алдына ала қосып нуна деп айтса болады, яғни нуна деп атайды. Енді біз әпкені айтып үйрендік, келесі біз ағаны айтып үйренейік. Ағаны айтқан кезде барлығыңыз білесіздер, егерде қарындасы ағасын айтатын болса, яғни қыз бала өзінен үлкен ер азаматқа айтатын болса, онда оппа деп айтады. Оны барлығыңыз білетін шығарсыздар. BTS оппа дейсіздер, тағы да неше түрлі кәрістердің айдолдарын білесіздер ғой, соларды атымен оппа деп атайды. Яғни бұл жерде тек қана өзінің туған ағасы емес болса да, жалпы өзінен жасы үлкен ер адамды оппа деп атайды. Ал енді бұл қыздардың жағдайында. Ал егерде ол ұл болатын болса, ұл бала өзінен үлкен ағаға, яғни аға деп айтатын кезде, онда хёң деп атайды. Хёң. Ұл бала өзінің ағасына хёң деп атайды, бірақ қазіргі кезде інісі ағасынан 10 жасар кіші болатын болса, хёңа деп солай еркелеп айтатын сондайды естіп жүрмін. Яғни өзінің үлкен ағасына, 10 жастан үлкен ағасына хёңа, кача нолжа, хёңа деген, аға бірге ойнайықшы деген сияқты солай еркелеп сөйлейді. Және де бұның егерде хёң, ним деген қосатын болсақ, ним деген ол мысалы мырза деген секілді ғой, ол кішкене құрметпен көрсететін. Мысалы омонним, анашым деген сияқты, немесе сажаңним, яғни бастық деген сияқты, сондай теринним деген сияқты, солай нимді қосқан кезде уже ол құрметті көрсетеді. Сонда егерде хёңним болатын болса, онда ол мысалы обычно мысалы бандитский дорамаларда болады ғой, үлкен сондай бір лауазымды, авторитетный бандитқа басқа адамдар келіп хёңним 안녕하십니까 деген секілді солай айтады ғой. Сондай, яғни ұл бала ағасына айтқан кезде хёң. Енді бүгін біз үйренген 4 сөзді айтып өтейік. Онни, нуна, оппа, хёң. Онни деген сіңілісі әпкесіне айтатын, яғни қыз бала өзінен үлкен әпкеге. Нуна деген ұл бала өзінен үлкен әпкеге. Енді ағаға келген кезде оппа деген қыз бала өзінен үлкен ағаға оппа дейді, ал ұл бала өзінен үлкен ағаға хёң дейді. Енді сіздер айтуларыңыз мүмкін, мысалы бізде қарындас деген бар, бізде сіңілі деген бар. Кәрістерде де олай бар, яғни доңсең деп аталады. Өзінен кіші інісі немесе сіңілісін доңсең дейді. Егерде ол ұл бала, яғни інісі болатын болса, намдоңсең, яғни намжа дегендегі нам, соны алады, намдоңсең болады. Ал егерде қыз бала, яғни сіңілісі немесе қарындасы болатын болса, онда йодоңсең, яғни йожа дегендегі йоны алып йодоңсең
бірақ мысалы ағаны шақырған кезде оппа деп шақыра аламыз да, ал бірақ мысалы сіңлімізді, қарындасымызды немесе інімізді шақырған кезде доңсең доңсең деп шақырмайды. Енді айтуларында болады, бірақ көп жағдайда олай доңсең деп шақырмайды, яғни өзінің атымен атайды. Егер де өзінен кіші болатын болса, онда атымен атап шақырады. Ал егер де мысалы өзіңізден үлкен болса, онда онни немесе оппа деп солай шақыруға болады. Ал бүгін сіздермен корей тіліндегі туыстыққа байланысты 4 сөзді үйренген болатынбыз. Сіздерге егер де қызықты болатын болса, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, және де үйлеріңізде қанша онни оппаларыңыз бар, немесе қанша нуна хёндарыңыз бар, пікірлер комментарий бөліміне соны жазып өтіңіздер. Онда мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар. Аньян!